Бүгінгі сабақта біз өте дәмді шоколадный конфеттер жасайтын боламыз. Ол үшін менде бұл жерде 100 грамм ақ шоколад, 100 грамм темный шоколад. Можно молочный шоколадты да қолданса болады. Енді бізге 20 граммнан май қажет. Оның иісі, дәмі болмау керек. Мен Восток молоконың майын қолданамын, және осындай жирный сливки, яғни 33% сливкалар қажет. Енді бізге осы темный шоколадтан конфет жасау үшін бізге 50 грамм сливки қажет. Елу граммды өлшеп алдық. Енді ақ шоколад пен молочный шоколадқа біз всегда 30 грамм сливки аламыз. Болып кетті, түгетпейді. Енді қараңыздар, қазір енді біз осы сливкиларды микроволновкада қазір ыстық күйге дейін қыздырып аламыз. Одан кейін біз оны осы шоколадтың үстіне құятын боламыз. Мен міне қыздырып алдым. Енді 50 грамм сливкиді мен осы темный шоколадтың үстіне құятын боламын. Қазір оларды жақсылап отырып араластырамыз. Осының үстіне біз 20 грамм осы комнатный температурасындағы жылы майымызды салатын боламыз. Енді тура осы 20-30 грамм сливкиді біз ақ шоколадтың үстіне құямыз. Оны да жақсылап отырып қазір араластырамыз. Ол ери бастайды. Оның үстіне біз тағда 20 грамм майымызды саламыз. Енді екеуінді жақсылап отырып, араластырып, бір масса болғанша ерітеміз. Қараңыздар. Темный шоколад тез еріп жатыр бізде, қараңыздар. Егер де массаңыз суып қалып, шоколадыңыз толығымен еріп үлгермей қалса, онда бұны микроволновкаға тағы да 10-15 секундқа қойып ерітіп алса болады. Бізде ермей жатыр. Қазір мен микроволновкаға мынаны бір 15 секундқа қойып аламын. Қараңыздар, мен микроволновкада әрбір 15 секунд сайын қыздырып, араластырып алдым. Осындай бізде однородный масса шығады. Енді біз оның бетін қазір пищевой пленкамен жауып, бір күнге 12 сағатқа біз оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бізде жаңағы ақ шоколад болды, мынау бізде міне темный шоколадтан жасағанды. Бетін жақсылап отырып, пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 12 сағатқа алып қоямыз. 12 сағаттан кейін біз бұлардан конфет жасайтын боламыз. Оларды негізі трюфели деп атайды, бірақ оның посыпкасы әртүрлі болады. Сол посыпкасына байланысты конфеттер жасауға болады. Әртүрлі дәмді, ішіне орех салса болады, сырт жақтарына әртүрлі посыпкаларды, орехтарды салса болады. Менде үйде пищевой пленка бітіп қалыпты, сондықтан мен осындай обычный салафандарды, таза салафандарды осылай бетіне жауып, бетіне жапқанда біздің салафанымыз толығымен осы массаның үстін осылай жауып тұру қажет. Өйткені егер де осылай жаппасақ, біздің массамыз холодильникте бетінде корочка болып қалады. Ондай болмас үшін біз осылай не жауып қоямыз. Қараңыздар. Жауып. Тоңазытқышқа 12 сағатқа алып қоямыз. 12 сағаттан кейін біз бұл массадан конфеттер жасайтын боламыз. Міне мынау біздің кешегі жасап қойған осындай трюфельный конфеттерге арналған біздің массамыз. Енді қазір біз бұдан конфеттер жасайтын боламыз. Бетін ашамыз. Бұл жерде қараңыздар, масса қатты емес, қатты осындай болу қажет. Қазір біз көз мөлшерімен, мысалы үшін
қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, осындай біз не жасайтын, конфеттер жасайтын боламыз. Маған перчаткамен жұмыс істеу кішкене ыңғайсыз болды. Енді қараңыздар, осылай массаны аламыз, қолымыз таза болу қажет. Массаны аламыз да ортасына бір кешегі жуылған, кептірілген миндальды саламыз. Миндальдың сыртын алып тастасаңыздар болады, алмасаңыздар болады. Одан кейін енді бұдан біз қазір шарик жасайтын боламыз. Ол үшін осылай осы кокосовый стружканың үстіне салатын боламын. Тағы да алдым, ортасына мен миндальды салдым. Енді оны осылай жауып, осы кокостың үстіне салатын боламыз. Қолымыз таза болу қажет, яғни біз енді осы массадан шарик жасайтын боламыз. Қараңыздар, уже енді қолымызға жабыспайды. Осыдан өстіп шарикті жасаймыз. Бұл конфеттерді негізі холодильникте ғана сақтайды, өйткені ол өте жұмсақ болып келеді. Формасын шығарамыз конфетіміздің. Бетіне осылай кокосовый стружканы себеміз. Одан кейін сразу капсулаға салсаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай силиконовый ковриктің үстіне қойып қойсаңыздар да болады. Сыртына әртүрлі посыпкаларды сыртына қолдансаңыздар болады. Негізі ақты осындай кокосовый стружканы қолданған жақсы, нежный болып шығады. Өстіп шарикті сформировать етеміз, шарик бізде болады. Үстіне кішкене тағы да кокосовый стружканы себеміз. Енді осы күйінде біз оны силиконовый ковриктің үстіне қоямыз. Ортасына миндальды салып, жабамыз да осы ненің үстіне саламыз. Бірінші осылай сыртын жауып аламыз, өйткені біздің кәмпитіміз қатты жабыспақ болмас үшін. Одан кейін қолымызбен осылай шарикті жасаймыз. Сонда бізде осындай конфет пайда болады. Қараңыздар, қандай әдемі бізде конфет пайда болды. Біз оны осы жерге қоямыз. Тағы біреуінен солай жасақ болады. Негізі 6 конфет шығады. Мен жаңа бір конфеттің дәмін көрдім. Енді бұдан біз бетін осылай вафельный крошкамен жауып шығамыз толығымен. Одан кейін шарик жасайтын боламыз. Вафельный крошка осы барлығын өстіп жауып тұрады. Қараңыздар, бізде осындай конфеттер пайда болады. Енді қараңыздар, темный шоколадтан жасалған конфеттерімізді мен кішкене ертерек шығарып қойдым, өйткені ол қатты болып келеді. Қараңыздар, жаңа біздің ақ шоколад более жұмсақ болса, қара шоколад осындай қатты болып келеді. Керек мөлшерін аламыз, ортасына орех салсаңыз болады, салмасаңыз болады. Енді бұны біз осылай қолымызбен шарикті сформировать етеміз. Қолда қарасаңыздар, бұл тез ериді. Енді осы нен үстіне саламыз. Бұл жерде жұмыс істеген кезде, осындай конфеттерді жасаған кезде қолымызды біз қайта-қайта жуып отырған негізі дұрыс. Перчаткамен жұмыс істесек, перчаткадан сіз сыртындағы липкий кірін несін
білмей қаласыз. Сондықтан таза қолмен жұмыс істесеңіздер өздеріңізге де жақсы болады. Қолдың жылуымен бізде бұл конфеттер тез ери бастады, сондықтан бұны біз тек қана холодильникте сақтаймыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шыққан сияқты, иә? Бұл арахистің более мелкий түрі. Өстіп темный шоколадты аламыз. Темный біздің начинкамызды аламыз шоколадтың, конфеттің. Ортасына салсақ болады, салмасақ болады, иә? Мен ортасына бір миндаль саламын. Кейін салғаннан кейін оны қолмен домалақ массаж жасайтын боламын. Конфеттер жасаған кезде біз қолымызды жуып отырамыз, қайта-қайта. Сол кезде сіздің жұмыстарыңыз таза әрі аккуратно болып шығады. Бұл конфеттерді қолымызда көп ұстап тұрмаймыз, жаңа домалақ істегенде, иә, өйткені бұлар қолда тез еріп кетеді. Міне қараңыздар, бізде тағы бір конфет осындай пайда болды. Сыртын осындай начинкамен жапқаннан кейін олар уже қап-қатты болып қалады. Кішкене қаттырақ бассаңыз да болады. Басып, үстіне тағы да өстіп арахистарды жабыстырсаңыз болады. Міне, бізде осындай конфеттер пайда болады. Бұл жерде арахис қана емес, можно какаоны қолдансаңыздар да болады, иә? Әртүрлі өздеріңізде қандай посыпкалар бар, соны істеуге болады. Негізі глазированный посыпканы қолдануға кеңес бермеймін, өйткені олар өте тәтті болып, кәмпиттің дәмін бұзып жібереді. Сондықтан осындай арахис, кокосовая стружка, какао қолданса болады. Рисовый шариктарды қолданса болады. Енді рисовый шариктің үстіне саламын. Рисовый шариктің үстінен кейін өстіп домалатып аламыз, иә? Енді домалақ шарик жасақ болады. Қараңыздар, осындай домалақ шариктермен де өте әдемі көрінеді. Тағы бір түрі сыртына жабатын, ол бізде фисташка, иә? Фисташканың ұнтағын қолдансаңыздар болады, немесе осындай слайсы түрінде де қолдансаңыздар болады. Фисташкамен конфеттер өте әдемі болып шығады, қараңыздар. Наборға бір необычный вид беріп тұратын сияқты. Бұның барлығы өте дәмді, натуральный продукттан жасалынған. Сондықтан бұндай конфеттер арзан тұрмайды, е? Ақ шоколад өз формасын жаман ұстайды, сондықтан осындай темный шоколад, осындай егерде посыпкалармен істемесеңіздер, онда темный шоколадты посыпкаларға қолдандыңыздар. Өйткені осы темный шоколадта посыпкалар жақсы ұсталмады, чем ақ шоколадқа қарағанда. Ақ шоколад, көріп отырсаңыздар, формасын өте нашар ұстайды, иә? Оның сыртына тек қана темперированный шоколадқа матырып алғанда ғана жақсы болады. Посыпкалармен жұмыс істеу кішкене қиындау, өйткені қазір біз оны кірлетіп аламыз ба деп қорқамыз біріншіден. Екіншіден, посыпкалар үлкен, сондықтан бұларды бүйтіп жақсылап отырып жабыстыру қажет. Ашық жерлер қалмау керек бізде, иә? Шет жақтарына жабыстырдық. Енді қолымызбен кішкене басып шықсақ болады, иә? Посыпкалар жақсы ұсталыну үшін өстіп басып шығамыз. Қай жері ашық тұр, сол жақтарын осылай қайтадан осы ненің үстіне бастырамыз.
Бізде осындай конфет пайда болды, иә. Набордың ішінде менің ойымша өте әдемі көрінетін сияқты. Ақпен істеуге болады. Менде бұл Мона Лиза дрожжелары өте дәмді. Екіншісіне осындай қоңырқайын себетін боламын. Қолымызды жуып алдық. Енді посыпкаларды осылай сеуіп шығамыз. Менің ойымша мынандай мелкий посыпкалармен жұмыс істеген оңайырақ, чем осындай үлкен посыпкалармен жұмыс істегенше. Үлкен посыпкаларды толығымен өстіп жабыстыру кішкене қиындау болады. Бірақ для разнообразия набордың ішіне 1-2 конфет осындай посыпкамен қосып қойса, өте әдемі көрінетін сияқты. Конфеттарды мен осындай неге салатын боламын. Бұны мен Wildberries'тан заказ бердім. Осындай кондитерлік магазинде бізде жоқ. Сіздерде бар шығар, размеріне жазылған. Осындай капсулалардың ішіне конфеттерді салып шығамын. Мысалы, саламын да өстіп набордың ішіне кіргізетін боламын, иә. Қараны салсаңыз болады, ақты салсаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз. Қандай сіздерде нелер бар, капсулалар бар, сол капсулаға салсаңыз болады. Бұл бізде ақ конфет формасын бізде орташа ұстайды, иә, нашар ұстайды. Жанына осындай ақты қойып қояйық. Толығымен конфеттермен толтырып шықса болады, осындай шықса болады наборды, немесе әртүрлі немелермен толтырса да болады. Жартысына батончик салып, жартысына осындай конфеттерді салуға болады. Қараңыздар, бізде осындай набор пайда болды, иә. Мына конфетті бөліп көрейік қазір. Конфетті бөлдік. Енді бұл жерде қараңыздар, бантикті қалай байлауға болады деген көп сұрақтар болады. Мысалы, біз бір жақ ұшына кіргіземіз, тура батончик немен ортасын. Міне қараңыздар, осы жерден шығарамыз, иә. Ешқандай артынан